Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Жұлдызды өмірге қызыға тұғындар үшін ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарына жеткізуді арнадасыз. Төреғали Төреәлінің әйелінің жағдайы өте нашар. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписка түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Төреғали Төреәлінің әйелінің жағдайы ауыр. Бұл туралы оның отбасылық адвокаты мәлім етті. Осынау жылдарда оның отбасында адвокаттық жасап жүрген тұлға өз мәліметтерімен бөліскесі келген. Төреғали Төреәлінің әйелі сол күні болған жағдайда сол көліктің ішінде болған және де оның аяғы ауыр. Осы жайтта болған айқайды көрген әйелдің баланың де өзіне де денсаулығына қатты әсер еткен көрінеді. Сонымен қоса, сол жайтта болған айқайда ол жақтан көлік ішіне адамдар бастырып кірмек болған. Оны видеодан көруге де болады. Сонымен еске сала кетсек, Төреғали Төреәлі осыдан біраз уақыт алдын Алматыда тойдан қайтып келе жатқан жағдайда мас халде көлігінен айдағандығы үшін 20 тәулік бас бостандығынан, 7 жыл көлік айдау құқығынан айырылған болатын. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болып, видеомызды төменіне дейін тамашалағандарыңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Сау саламат болыңыз.